Сәлем достар, бүгін үй жағдайында өте керемет болып шығатын, дәмді болатын гамбургерлер дайындаймыз. Осы рецептімен міндетті түрде дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз. Ыдысқа бірінші жылы сүтті құямыз, үстінен бір ас қасық тұз және де қантты саламыз. Одан соң дрожжды салып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық майды құямыз. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз, және де бір жұмыртқаның ағын салып, сарысын алып қаламыз. Ол сарысын біз бетіне жаққанға пайдаланатын боламыз. Жақсылап араластырып, ұнның жартысын салып, қамыр елейміз. Қамыр бізде жұмсақ емес, қатты емес, орташа болуы қажет. Одан соң қалған ұнымызды саламыз. Осылай жақсылап 3-4 минут шамасында елейміз. Одан соң сұйық майды құямыз, тағы да жақсылап 3-4 минуттай елеп аламыз. Осылай елеп болғаннан соң бетін жауып, пленкамен жабамыз, және де үстінен шаршықты жауып, жылы жерге жарты сағат уақытқа қалдыратын боламыз. Міне жарты сағат өтті, қамырымыз кішкене көлемінен ұлғайды. Енді қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен үлкен-үлкен етіп 8 бөлікке бөлдім. Одан кішілік бөліктерге де бөлсеңіз болады. Енді дәл видеода көрсетілгендей, осылай қолымызбен домалатып, шариктер дайындап алатын боламыз. Әрқайсысын осылай жасап шығамыз. Міне қамырдың бәрін дәл осылай дайындап алдық. Енді қамырды пісіретін формамызға саламыз, және де бетіне кішкене ұн сеуіп, пищевая пленкамен жауып қоямыз. Бұл ұн біздің пленка бетіне жабысып қалмас үшін жасалады. Одан соң тағы да жарты сағаттай уақытқа қалдырамыз. Міне жарты сағат өтті, қамыр тағы да кішкене ұлғайды. Енді жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Бетіне жағып шығатын боламыз. Барлығының жақсылап жағамыз, барлық жеріне жеткізіп, одан соң күнжіт сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес. Енді пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз, және де 20-25 минут шамасында жақсылап пісіріп алатын боламыз. Енді котлеттерді дайындаймыз. Фаршқа тұзбен осылай қара бұрышты салып, жақсылап 3-4 минут шамасында қолымызбен езгілеп дайындап аламыз. Міне фаршымыз дайын. Енді әр фаршты осылай астына пергамент қағазын төсеп, домалатып шығатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей қайталаймыз. Егер де бұндай формачкаларыңыз жоқ болса, кәдімгідей қолмен осылай домалақ қылып фарштарды формировать ететін боламыз. Енді әрқайсының бірінің үстіне бірін қойып, дайындап шығамыз. Тоңазытқышқа жарты сағат уақытқа тағы да қалдырамыз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Енді кішкене суығанын күтетін боламыз. Ол уақытта қалған заттарымызды дайындаймыз. Осылай салатный листьяны жақсылап жуып кептіріп аламыз. Енді помидорларды осылай домалатып, барлығын кесіп шығамыз. 2 помидор кететін болады. Одан соң пиязды да дәл солай домалақ етіп тураймыз. Бұндай қызыл пияз жоқ болса, кәдімгі ақ пиязды қолдануға болады. Одан соң осылай огурцыды да домалатып кесіп шығамыз. Енді осылай сыр қажет болады. Енді соусты дайындаймыз. Оған бізге 2 ас қасық майонез және де кетчуп қажет болады. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық горчица қоссаңыз болады. Міне соус дайын. Енді булочкаларымыз біздің суыды. Осындай өте жұмсақ болып шығады. Енді ортасынан кесіп, барлығын дайындап қоямыз. Одан соң газге сковородкаларымызды қойып, қыздыратын боламыз. Бір сковородкаға майды құйып, жақсылап майды қыздырып аламыз. Оған котлеттерімізді салып, 2 бетімен пісіріп аламыз. Әр бетін 4 минут шамасында ұстаймыз. Ал бір сковородкамызға осылай булочкаларымызды кесіп саламыз. Кішкене қызартып алатын боламыз. Одан соң котлетіміз піскен уақытта бетіне осылай сырды саламыз. Одан соң котлеттерімізді аламыз. Енді бургерлерді жинайтын боламыз. Әр бургерге осылай 2 ас қасықтан құйып, соусты жағып шығатын боламыз. Одан соң үстіне салатный листьяларды әрқайсысына 2 штуктан салып шығамыз. Енді
Осылай котлеттерді қоямыз, одан соң помидорларды қоямыз. Негізі әрқайсысын өзіңіздің талғамыңызға қарай салсаңыз болады. Одан соң огурцыларды салып шығамыз. Ал енді пиязды саламыз. Одан соң булочкамызға соусымызды жағып, бетінен осылай жабатын боламыз. Соусты көбіректеу сала беріңіздер. Сонымен біздің булочкаларымыз дайын. Осылай әрқайсысын дайындап шығамыз. Көп уақытыңызды алмайды, өте тез дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, дәмі тіл үйреді. Еш өкінбейтін боласыз осы рецептімен дайындасаңыз. Егер де осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналыма тіркеліп қойыңыз.